Ауылда туып, ауылда өскен бала болғасын ба, әлде менің әжем ерекше болды ма, білмеймін, әйтеуір қазақтың ырым дегеніне қатты сенемін. Қазіргі кезде әженің қызы, ауылдың қызы дегенге намыстанатын қалалық қыздар секілді емеспін. Шынында да ауылдан шықтым, ауылбай деген сөзге еш намыстанған емеспін. Керісінше ауылдан өте көп нәрсені үйренген сияқтымын. Қазір қалада тұрып жатсам да, өзім ана болған соң, балаларыма көбінесе әжемен үйренген тәсілдерімді қолдана отырып тәрбиелеймін, және сырқаттанып, аздап мазасыздана қалса да, әжемен көрген әдістер бойынша емдеп жазып аламын. Әжем бала кезімізде сәл ауырыңқырап қалсақ, жер ұшық жасап, отпен аластайтын. Содан 2-3 күнде жазылып, жүгіріп ойнап кетуші едік. Бас айналып, жүрек айнып тоңып немесе дененің қызуы көтерілуіне байланысты ауруларды ұшыну деп түсініп, оған қолданылатын емді ұшықтау деп атаған. Ұшықтаудың жалғыз ұшық, қазан ұшық, жер ұшық деген түрлері бар. Мен өте жиіркеншек бала болдым. Содан болар көбінесе ұшынып ауырып қала беретінмін. Өзім жақсы білетін жиі баратын, дастарханы маған жақсы таныс үйден басқа жерден ас ішпеуші едім. Егер көңіліме ұнамаған ас ішсем немесе секем алсам, аузыма ұшық қаптап кететін. Әжемнен көргенімді жасағанда балаларымның мазасызданғаны сап тыйылғанда қуанамын шыны керек. Қазақтың ырым тыйымының, наным сенімдерінің пайдасы болғанына. Бала күнімізде құсып, не ішіміз өтіп ауырып қалсақ, дел сал болып, мазамыз қаша бастаса, әжем кешке батып бара жатқан күнмен таласып бізге жер ұшық береді. Екінші күні түк болмағандай шауып кетеміз. Ұшықтағанды балаға көз тигенде де қолданады. Мен қазір өзімде ырымдарды қатты ұстанамын. Балаларым сәл ауырып қалса, жер ұшық жасаймын, отпен аластатам, дұға оқимын. Балаға көздің тиюі де екі түрлі. Егер ер адамның көзі тисе, баланың денесі суып, өзінен өзі мазасызданып, кіші дәретке жиі отырады, қолға тұрмай шалқалап жылайды. Егер әйел адамның көзі тисе, баланың денесі қызып, шырқырап жылап, тәбеті нашарлап, мүлдем емшек ембей қояды. Мұндай жағдайда әжелер немерелерін тезірек ұшықтауға кіріседі. Кесеге су құйып, оның ішіне бір шымшым тұз салады. Баланы ұстап тұрады, немесе өзі отыра алатын бала болса, отырғызып, баланы айнала жүріп, тұз салынған суды ұрттап балаға бүркейді. Ұшықтай жүріп баламды тіл көзден, дұшпанның назарынан сақта Аллам деп айтып жүреді. Әбден кеседегі су таусылғанша осылай бірнеше қайталап ұшықтайды. Тағы бір жолы күн батар уақытта баланы құбылаға қаратып отырғызады. Баланың қасында Фатиха сүресі дауысталып оқылады. Сүре аяқталған соң, суды аузымен бүркігенде баланың денесі тітіркенуі керек. Баланың денесі дір етіп суды сезінуі маңызды. Содан соң баланы жып-жылы орап жатқызады. Бала жақсылап терлеп құлан тазайғады. Жер ұшықты баланың көзі қарауытып, басын көтере алмай, құсып, мүлдем тамақ ішпей қалса жасайды. Баланы күн ұясына батып жатқан сәтте сыртқа шығарып, құбылаға қаратып отырғызады. Фатиха сүресін оқиды да, баланы сәждеге басын тигізеді. Баланың маңдайы жерге тиіп тұрғанда, анасы, «Ия, Аллам, балам ұшынған жоқ, қара жер ұшынды» деп 3 рет айтады. Содан соң баланың басынан бастап сипалап, сол сипалаған күйі қолын жерге тигізеді. Барлық ауру қара жерге кетті деп тұрғызады. Содан соң баланы артына қаратпай, үйге алып кіргізеді. Жылы орап ұйықтатады. Өте керемет ем. Абайсызда құлаған баланы шошынудан, пәле жабысудан сақтау үшін баланың құлаған жеріне алақанын тигізіп, сонан соң ұшық, Алла, бәледен сақтай көр, көзге көрінер көрінбес пәледен сақтай көр деп, алақанын баланың ауырсынған жеріне тигізеді. Осылай 3 рет қайталайды. Кейбіреулер ұлтарақты өртеп түтінімен көз тиген баланы аластап жатады. Енді әркімнің сеніміне байланысты шығар, бірақ баланың жылағаны сап тыйылғанын көргенде шынында да таңырқайсың. Кез келген дерт ұшынып кетпес үшін әуел баста жер ұшық жасаған өте дұрыс екен. Бала бірдеңеден шошынғанда да осылай ұшықтайды. Ұшықтауды да кез келген қариялар жасай бермейді. Арғы ата тегінде емшілік қасиеті бар кісі ғана ұшықтайды. Қарт әжелердің айтуынша, егер кісі өз-өзіне сенімсіз қалыпта бала ұшықтаса, оның аяқ қолы сырқырап, өзінен өзі қысылып, көздері жасаурап, дел сал халге түседі.
Мұндай жағдайда тез арада 7 шелпек нан пісіріп, ата-бабаларының аруағына бағыштап Құран оқыды. Әлденеден ұшынып сескенген жаңа туған баланы ұшықтауда тіл сұққа қарсы тұз, пышақтан ұшынса, пышақ бір уыс топырақ алып, осы 3 сатпен сәбиді ұшықтап, үстінен айналдырып, түкіртіп күре жолға апарып, оң жақтан басынан асыра, мына баланың ұшығын кетір, ғұмырын ұзақ қыл деп, жол айырығына лақтыра. Абайсызда құлаған баланы шошынудан, пәле жабысудан сақтау үшін баланың құлаған жеріне алақанын тигізіп, сонан соң ұшық, Тәңірім, бәледен сақтай көр, көзге көрінер көрінбес пәледен сақтай көр деп, алақанын баланың ауырсынған жеріне тигізеді. Осылай 3 рет қайталайды.